6 жасқа толған балаларға арналған. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. О, Әбілмансұр, сәлем. Қалың қалай? Не істеп отырсың? О, сәлем Жұлдыз. Көңіл-күйім жақсы, өзің қалайсың? Менің көңіл-күйім тамаша. Құпия болмаса не оқып отырсың? Қара Жұлдыз, өте қызықты кітап. Білесің бе? Эстония мемлекетінде тазалық сақтаудан жаңа рекорд орнатыпты. Әр қала тұрғындары көшелерге шығып, өз елін осы зиян қоқыстардан тазартыпты. Керемет емес пе? Бізде де осындай болса ғой. Әбілмансұр, алдымен өзіне қарашы. Айналанды шашып, оның үстіне бетін кір қожалап. Тазалық деген өзімізден басталмайтын беді? Ой, кешірші. Шынымен де, тазалықты ең алдымен өзімізден бастауымыз керек екен ғой. Дәл қазір бәрін жинап тастайым. Ең алдымен еркетайларымызбен амандасып алайық. Мүмкін күтіп қалған болар. Сәлем достар, қалдарың қалай? Біз сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Сәлем еркетайлар, қалдарың қалай? Бүгінгі бағдарламамыз тақырыбы сіздерге түсінікті шығар. Тазалық денсаулық кепілі. Тазалық бар жерде әр қашанда көтеріңкі көңіл-күймен әрі деніміз сау болып жүре береді. Сонымен қатар халқымыз айтушы еді ғой, дені саудың жаны сау деп орынды айтқан екен. Дұрыс айтасың. Біз денсаулығымызды әр қашанда күтуіміз қажет. Ол үшін дұрыс тамақтану, уақытылы ұйықтау керек. Сонымен қатар жаттығу жасауды ұмытпау керек. Дұрыс айтасың. Таңғы жаттығудың пайдасы мол. Физикалық жаттығулар дене тәрбиесінің негізі болып саналады. Ал таңертеңгі жаттығулар денемізді шынықтырып қана қоймай, ой қабілетімізді және де организміміздің жақсы жұмыс жасауына әсер етеді екен. Олай болса, келесі кезекті бейнесюжетке берейік. Олай болса, достар, Назерке апайдың артынан жаттығуларды қайталауды ұмытпаңыздар. Қайырлы таң, еркетайлар. Егерде теледидар алдына жайғасқан болсаңыздар, менімен бірге таңғы жаттығуды жасаймыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен екі аяғымызды иық деңгейінде ашып, екі қолымызды екі жаққа созып, қолымызды оңға алдыға төрт рет, артқа төрт рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу қолымызды иығымызға қойып, алдыға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. Ендеше кеттік. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу қолымызды белімізге қойып, оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Ендеше кеттік. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ендігі жаттығу қолымызды иыққа қойып, алдыға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. Ендеше бастайық. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
екі, үш, төрт, бір, 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 екі, үш, төрт. Осымен біздің таңғы жаттығуымыз да аяқталды. Үнемі спортпен шұғылданып жүріңіздер. Назерке Алдиярова, арнайы Еркетай бағдарламасы үшін. Ендеше жаттығу жасап болсақ, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Әбілмансұр, сен қалай ойлайсың? Адамның дені сау болу үшін ол қандай шарттарды орындау қажет? Ең алдымен бетін, қолын, және де киімін ұқыпты ұстауымыз қажет. Спортпен шұғылдануымыз қажет. Және де дәрумендері мол тағамдар, және де алма, жемшелектер жеуіміз қажет. Топырақ, шаң, құм, өсімдікті өңдеу кезіндегі пайдаланған химикаттар мен кейбір микроағзаларды кетіру үшін көптеген көкөністер мен жеміс-жидектерді мұқият жуу қажет. Ол бізді қауіпті ауру түрлерінен сақтайды. Ал Жұлдыз, өзің қандай жеміс-жидектер жегенді ұнатасың? Мен барлық жемістерді ұнатамын. Себебі әр жемісте өзіне тән пайдалы тұстары бар. Өзінше. Маған да барлық жеміс түрлері ұнайды. Бірақ әсіресе алма жегенді қатты ұнатамын. Алмада С, В1, В2, П және де Е дәрумендері бар. Сонымен қатар алмада калий, кальций, фосфор, микроэлементтері бар. Алма біздің ішегіміздің, асқазанымыздың, бүйрегіміздің жақсы жұмыс жасауына ықпал етеді екен. Дұрыс айтасың. Сондықтан Әбілмансұр, эфир басында жеп отырған шоколадтарды осы бір жемістерге алмастыруға кеңес беремін. Себебі олардың құрамында витамин әлде қайда көп. Мысалға, менің әкем алма жемісін өсірді. Жыл сайын өз жемісін беріп тұрады. Иісін айтсаншы. Дұрыс айтасың, Жұлдыз. Елімізді көгалдандыру арқылы табиғатымыз да көркейе бермек. Олай болса, әңгімемізді студиямызға келген қонағымызға жалғастырайық. Олай болса, достар, бізбен бірге болыңыздар. Достар, бүгін біздің студиямызға қонақта өнерлі досымыз Тоғжан келді. Тоғжан, эфирге қош келдің. Көңіл-күйің қалай? Қош келдіңіздер. Көңіл-күйім тамаша. Сұхбатымыздың басын өзінен бастайықшы. Жасың нешеде? Жасым 9-да. Қай мектепте, нешінші сыныпта оқисың? Мен Жұмабек Тәшенов атындағы номер 68-ші мектептің 3-ші сыныбында оқимын. Жетекшім Гүлдәурен Еламанқызы. Керемет. Ал қандай үйірмелерге қатысасың? Мен Қарақат мектеп студиясының дәстүрлі ән үйірмесіне қатысамын. Жетекшілерің кім? Жетекшілерім Назерке Амангелдіқызы. Тамаша. Тамаша. Ал сен болашақта кім болғың келеді? Мен болашақта әнші болғым келеді. Бос уақытында немен айналысасың? Бос уақытымда мен інімді қараймын, және де мен домбыра тартамын. Жарайсың. Тоғжан, осы домбыра арқылы жыр, ән айтқан ұнатады екенсің ғой. Ал сенің ең сүйікті әнің қандай? Мен ең сүйікті әнім Қарақат Әбілдиннің Жақсы адамдар әні. Керемет, бәрекелді. Тоғжан, біздің бүгінгі тақырыбымыз тазалық, денсаулық кепілі. Ал оны қалай түсінесің? Тазалық, денсаулық кепілі бұл денемізді таза ұстау және де спортпен айналысу. Біз спортпен айналыспасақ, онда біздің денеміз сау болмайды. Біздің мұғаліміміз әрқашанда тазалық денсаулықтың досы деп айтады. Дұрыс айтасың. Тамаша. Ал сенің ең сүйікті хоббиің қандай? Мен ең сүйікті хоббиім TikTok түсіру және де ән айту. Тамаша. Керемет. Жылдың қай мезгілін ұнатасың? Мен жылдың жаз мезгілін ұнатамын. Не себепті? Өйткені біз жазда демаламыз. Керемет. Ал сенің ең сүйікті жануарың қандай? Мен ең сүйікті жануарым мысық. Өйткені олар сүйкімді болады және де тазалықты ұнатады. Сенімен толықтай келісемін. Қандай мерекелерді ұнатасың? Мен жаңа жыл мерекесін ұнатамын. Өйткені біз Аяз атаға хат жазып, өзіміздің қалаған сыйлығымызды алып қуанамыз. Дұрыс айтасың. Ал сенің ең сүйікті тағамың қандай? Мен ең сүйікті тағамым лагман.
Тамаша. Сені үйде еркелетіп қалай атайды? Мені анам мен әкем Тоқи деп еркелетіп айтады, ал әжем мен атам Топик деп еркелетіп айтады. Қандай керемет. Ал Тоғжан, сенің ойынша жақсы адамдар деген кім? Жақсы адамдар дегеніміз бұл достар, өйткені олар біздің жанымызда жүреді, және де олар бізге көмектеседі. Бәрекелді. Ал Тоғжан, егер де сенің қолында сиқырлы таяқша болса, сен не істер едің? Менің қолымда сиқырлы таяқша болса, мен ініме сыйлық жасайтын едім. Жарайсың. Ал Тоғжан, бүгінгі бағдарламамызға қандай қонақ кәде дайындап әкелдің? Мен домбыра тартамын. Домбырадан Сәулемай әнін тартып беремін. Олай болса, достар, Тоғжанның әнін бірге тамашалайық. Менің тағы да бір әнім бар. Ол әннің аты «Тәуелсіз қазақтың қызымын». Ал достар, ендіше Тоғжанның әнін бірге тамашалайық. Tәуелсіз қазақтың қызымын, әлия мән жүктім ізімін.
тамаша. Тоғжан, бүгін біздің студиямызға келіп, уақытыңды бөліп, арналап, қонақ болғанына рахмет. Саған тек қана жақсылық тілейміз. Өнерің өрге жүрсін. Ал достар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Жұлдыз, саған жұмбақ жасырсам, қалай қарайсың? Жауап бере аласың ба? Әрине, мен жұмбақ шешкенді ұнатамын. Олай болса, тыңда. Ертеме күнде сен, қолыңды сүйкесен, кетіп кір ласың, тап-таза боласың. Бұл не? Әбілмансұр, оның білмейтін несі бар? Әрине, ол сабын. Жақсы, дұрыс таптың. Олай болса, келесін тыңда. Қолы жоқ, сөзі жоқ, бірақ та тісі бар. Басыңмен ісі бар. Бұл не? Бұл сәл күрделі екен. Қазір күте тұрып мен ойланып көрейін. Не болуы мүмкін екен? Мен таптым, бұл тарақ қой. Жарайсың, Жұлдыз, жұмбақтар жақсы жеді екенсің ғой. Олай болса, достар, тағы да айта кетейін. Ең алдымен тазалықты өзімізден бастауымыз қажет. Және де айналамызға да назар аударуды ұмытпаңыздар. Шашымызды тарап, тырнақтарымызды алып, мектепке күш-қуатпен барып жүрейік. Біздің де өмірімізді жарқын қылатын, жан-жағымызға тамаша сәуле шашатын, өмірдің басты байлығы ол денсаулық. Дұрыс айтасың. Достар, жаман әрекеттерден аулақ болыңыздар. Білесің бе, Жұлдыз? Осы қоқысты қайта өңдеуге болады екен. Мысалға, көршілес Қытайда осы қоқыстарды қайта өңдеу үлкен бизнес саласына айналған екен. Бір Шанхайдың өзінде мыңдаған қоқыс өңдейтін жерлер бар. Соның ішінде 2,5 миллионнан астам жұмысшылар жұмыс жасайды екен. Қандай қызық, е? Ал Францияда қоқысты қайта кәдеге жаратудан, сұрыптаудан жетекші орында франциялықтар. Францияда қоқыспен күресуде қоқыс өртейтін кешенді зауыттар салынған. Мәселен, Париж түбіндегі Иври-Сюр-Сен зауыты жылына шамамен 600 000 тонна қоқыс өртейді екен. Қоқысты парализ әдісімен жоғары температурада күйдіреді. Сонда улы заттар жаңған кезде толық ыдырап, күл болады. Есесіне атмосфераға зияны тимейді. Керемет. Қоршаған ортаны тазалау менің ойымша әр адамзаттың міндеті. Және де оны ластауға, қоқыс тастауға жол бермеуіміз қажет. Және де жануарларға, өсімдіктерге қиянат жасамауымыз қажет. Өз денсаулығымызды сақтау үшін қоршаған ортаға жақсы әсер беруіміз қажет. Ауаның, судың және ауыз судың ластануына жол бермеу керек. Біз табиғаттан әсемділікті, мейірімділікті және қамқорлықты үйренеміз. Сол себепті біз де табиғатқа қамқорлықпен, мейірімділікпен және сүйіспеншілікпен қарауымыз қажет. Біз көбінесе қолданатын полиэтилен пакеттерді, пластикалық ыдыстарды қолданамыз. Және де олар тез жарамсыз болып қала береді. Сондықтан да табиғи өнімдерді қолдансақ екен. Достар, біз жүрген жерде және де айналамызға мұқият назар аударуымыз қажет. Табиғатты ластамай жүруіміз қажет. Дұрыс айтасың, Әбілмансұр. Менің ойымша, достарымызға бүгінгі эфир ұнады деген ойдамын. Ұнаса, кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Бізді өздеріңіздің инста парақшаларыңызда белгілеп салсаңыздар болады. Біздің студиямызға қонақ болуларыңыз келсе, көрсетілген нөмерге немесе инста парақшамызға жазыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Жұлдыз және Әбілмансұр. Келесі кездескенше, достар!